Балалар кітапханасы 1958 жылы 4 штаттық бірлігімен 3000-дай кітап қорымен жеке үйде ашылған. Кітапхана өзінің ең алғашқы оқырманы 1958 жылдың 15 қыркүйегінде қабылдаған еді. Бұдан кейін 1958 жылы ашылған балалар кітапханасы мен 1978 жылы ашылған жасөспірімдер кітапханасы 1996 жылы біріктіріп облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болып өзгертілді. 2017 жылы кітапханаға аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаев Ахметұлының есімі берілді. Кітап қоры 105 мыңнан астам кітапхана, жыл сайын 6 мыңнан астам оқырманға қызмет көрсетеді. Балалардың білім алуына, бос уақытын тиімді ұйымдастыруға және тәрбиесіне көмек көрсетеді. Сонымен қатар балалардың ақпаратқа еркін жету құқығын қамтамасыз етеді. Балаларды кітап оқуға тарту, жас ұрпақтың ұлттық рухын биіктетіп, мәдениеттілігі мен ой-өрісінің дамуына ықпал жасайды. Кітапхананың негізгі бағыттары мен мақсаттарының бірі серіктестік аясын кеңейту, ақпараттық технологияларды енгізу, құжаттарды жүйелі түрде жинақтау, сақтау және тарату жұмыстарын ұйымдастыру. Облыс аумағында 18 ауылдық балаларға қызмет көрсететін кітапханаларына әдістемелік көмек көрсету, бала оқырманның жеке шығармашылығын дамытуға ықпал ету, өз өлкеміздің тарихы мен мәдениетін сақтап дамыту, отбасымен бірлесе өткізетін жұмыстардың аясын кеңейту, кітапхана қызметкерлерінің білім деңгейін көтеру мақсатында халықаралық республикалық облыстық шараларға қатысу. Кітапханада 2 бөлім және 7 сектор қызмет көрсетеді. Негізгі қорды сақтау бөлімі, инновациялық және әдістемелік жұмыс жөніндегі бөлімі, кітап қорын толықтыру, каталогтарды ұйымдастыру және өңдеу секторы, оқу залы секторы, мерзімді басылымдар секторы, абонемент секторы, бүлдіршіндер секторы, кітапхана процестерін автоматтандыру секторы. Дінмұхамед Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы қоғамдық саяси, мәдени өміріндегі оқиғалардың оңаша атауы. Еліне есімі мен еңбегі еленген мың сан қайраткерлер мен ақын жазушылармен дидарласу орталығы, көрмелер кешені, маслихаттар мінбері тұсаукесерлер тұғыры. Кітапхана мектеп жасына дейінгі балалардан бастап мектеп оқушыларына, студенттерге, кітап дүниесімен кіндігі бір қауым өкілдердің баршасына сапалы да мәдениетті қызмет үлгісін көрсетумен келеді. Кітапхана өзінің күнделікті өмірінде оқырмандарға мән мағыналы қызмет көрсетіп қана қоймай, сан алуан ұйымдастыру жұмыстарын да жүргізіп, ұзақ мерзімге арналған іс-шараларды жүзеге асырып жатады. Кітапханада ашылған білім орталығы фриланс режимінде жұмыс істеп, креативті жобаларды жарыққа шығарып жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Кітапхана 2012 жылдан бері кітапхана түні мерекесін дәстүрлі түрде өткізіп келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2017 жылдан бері әлемді кітап арқылы танимын облыстық байқау өтуде. Аталған байқаудың мақсаты жергілікті балалар жазушылар шығармаларын насихаттап, оқырманның рухани қалыптасуына ықпал жасау. 2021 жылы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы аясында оқитын ел, озық ел кітап оқуды дамыту жобасы қабылданды. Жобаның мақсаты оқырмандарды кітап оқуға тарту, оқитын орта қалыптастыру, кітаптың адам өміріндегі орны туралы түсінік беру, мәдениетті, парасатты, рухани ойлауы терең, еңбекқор ұрпақты тәрбиелеу, оқырмандарды жаңа кітаптармен және авторлармен таныстыру, кітапхананы балалар үшін мейірімді, рухани ақпараттық, танымдық орталық ету. Кітап оқитын бала бүгін табысты оқушы, ал ертең қалыптасқан тұлға.